Қалайсыздар? Екінші күннің сабағына қош келдіңдер деймін. Енді кешегі сабақты көріп, көп адамдар есеп кішкене азырақ болып қалды деп жатыр. Сондықтан екінші күннің сабағын таза есепке арнадым. Енді сендердің деңгейлерің қандай екендігі білмегендіктен, бірінші осындай бір қарапайым есептен бастайық. Ары қарай, мысалы мынау кинематика болса, ары қарай жылулық есеп және ары қарай тоқтың қуаты мен жұмысына есептер шығаратын боламыз. Енді бірінші есептен бастайық. А және Б пункттерінің арасындағы қашықтық 250 км дейді. Біз мына жердегі қазақ тілімен жазылған сөздерді өзіміздің математика, физика тіліне ауыстырып жазып алайық. А және Б пункттерінің арасы 250 км дейді. Мынаның екеуінің арасы 250 екен, 250 км екен. Екі пункттен де бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автомобиль шығады дейді. Мына жақта машинаны салыстырайық. Осындай бір әдемі машина былай қарай шықты. Мына жақтан бір машина былай қарай шықты дейді, қарама-қарсы бір-біріне. Енді айтады, бірінші А пунктінен шығатын автомобиль 60 км сағат жылдамдықпен жүрді дейді. Ал екіншісі 40 км сағат жылдамдықпен қозғалды дейді. Екіншісі 40 км сағат екен. Енді не дейді? Автомобильдер қанша уақыттан кейін және А пунктінен қанша километр жерде кездеседі деп тұр ғой. Енді мынау 60-пен жүрсе, тезірек жүрсе, бұл енді былай қарай кішкене Б-ға жақындау болады ғой. Екеуі бірдей жылдамдықпен жүрген болса, онда тура ортасында кездеседі, неде? Ал бірақ мына А пунктінен шыққан тезірек болғандықтан примерно мынандай арақашықтыққа келген кезде кездеседі. Сонда біз мынаның бірінші А пунктінен шыққанның жүрген жолын S1 деп белгілейік. Ал Б пунктінен шыққандікін S2 деп белгілеп қояйық. Жалпы жолымыз бізде S, Енді бізге сұрап тұрғаны мына жерде қанша уақыттан кейін кездеседі. Сосын Адан қанша километр қашықтықта кездеседі. Яғни S1-ді сұрап тұр. Енді ол кездесу үшін мына жақтан Адан шыққан машина бір Т уақыт жүрді дейік. Мынау да дәл сол Т уақытты жүрді. Сөйтіп екеуі бір-біріне кездесті. Енді примерно картинасын салып алдық, Енді қарапайым шығарып бастайық. S1 мен S2-нің қосындысы жалпы S, ол 250 километр деп тұр. Енді бізге мына есепті шығару үшін бар білуіміз керек формула, ол тең S көбейтілген, S тең V көбейтілген Т деген сөз. Осы формуланы білсек, мына есепті шығарып тастай саламыз. Енді S1 дегеніміз, ол мына бірінші жолдікі, Сондықтан мына жердегі жылдамдығымыз бізде V1 болсын. Ал екіншідегі 40-тікі, ол V2 болсын. Сонда бізде мына жердегі S1-іміз, ол V1 көбейтілген Т, яғни Т деген екеуіне де тең, екеуі бірдей уақыт жүріп барып кездесті. Плюс V2 Т тең 250 километр. Мына жерде теңдеу орындалды. Мына жердегі V1 дегеніміз 60, яғни белгілі заттар. Бір теңдеу, бір белгісіз, яғни бұл шығады. Мына жерде екеуінде де Т тұр, Т-ны жақсының сыртына шығарып жібере салайық. Сонда V1 қосылған V2 тең болады 250 километр дейді. Мына жерден мынаны аламыз да теңдеудің оң жағына өткізіп жібере саламыз. Өткізбеш бұрын V1 мен V2-ні қоса салатын болсақ, 100, 100. Сонда Т-ны тапсақ, 250 бөлінген 100 тең 2,5 сағат. Яғни 2,5 сағаттан кейін мына екеуі бір-бірімен кездеседі екен. Ал енді S1-ді таба салсақ, біз Адан қандай қашықтықта кездесетіндігін білеміз, Ал S1 дегеніміз бізде ол V1 көбейтілген Т, V1 дегеніміз 60, 60-ты көбейтеміз 2,5-ке. 2,5 деген ол 5 бөлінген 2, 62-ке бөлсек 30, 3, 5, 15, 150. Сонда 150 километр қашықтықта кездеседі екен. Осылай қарапайым шығарып тастай салдық. Біз енді мына есепте кішкене сурет салып уақытымызды құрттық, Негізінде бұндай есептерді көп шығара бергеннен кейін, бұл бұндай есептерде сурет салу керек емес болып қалады. Өйткені ОБТ-ға барған кезде өзімде де болған. ОБТ-да мүлде черновик деген ондай ештеңе берілмейді. Артында бір 5-6 или 5-6 емес 3-4 қана парақ беріледі. Соған сыйдырып жазу керек болады. Ол жерде сурет салатындай орын жоқ. Барынша үнемдеп жазу керек орынды. ОБТ-да сыйдыра алмай қалып, мен сияқты нерв болып кетіп жүрмеңіздер. Ал енді екінші есепті қарастырайық. Мына екінші есеп енді жаңа бірінші есепке қарағанда сәл қиындаумын дейді. Бірақ бізге бәрібір бұндай есептерді жей саламыз ғой. Турист 2 сағат велосипедпен, содан кейін 6 сағат жаяу жүреді дейді. Егер ол велосипедпен жаяу жүріске қарағанда 2 есе тез жүрсе, онда барлық жолдағы оның орташа жылдамдығы жаяу жүрісінің жылдамдығынан қанша есе көп болады дейді.
Енді өзіміздің адами тілге ауыстырып жазып алайық иә мынаны. Турист 2 сағат велосипедпен дейді. Яғни бірінші уақыт Т1 ол 2 сағат болсын иә. Одан кейін 6 сағат жаяу жүрді дейді. Яғни Т2 ол 6 сағат болсын. Енді егер ол велосипедпен жаяу жүріске қарағанда 2 есе тез жүрсе дейді. Яғни велосипеді тез болып тұр ғой. Яғни V1-дің жылдамдығы үлкен, соған теңесе алу үшін 2-ге көбейтіп жазып қоямыз иә, жаяу жүргендікі V2-ні. Енді оның барлық жолдағы орташа жылдамдығы жаяу жүрісінің жылдамдығынан қанша есе көп дейді. Яғни біз V орташа жылдамдығын барлық жолдағы бөліп тастасақ, V2, яғни жаяу жүріске қанша есе үлкен екендігі осы жерден шығады иә. Бізге осы қатынасты табу керек. Енді бұл есепті шығару үшін мына формуланы білсек жеткілікті. V орташа тең S1 плюс S2 бөлінген Т1 плюс Т2 деген. Енді мына жердегі S1 дегеніміз ол жаңағы V1 көбейтілген Т1 иә. V1 көбейтілген Т1 қосылған S2 дегеніміз ол V2 көбейтілген Т2 иә. Енді астында Т1 плюс Т2-нің өзін жазып қойық. Енді мына жерде не байқап тұрмыз? V1 дегеннің орнына, мына жердегі V1-ге мына жердегі 2 V2 дегенді орнына қойсақ болады ғой. Соны қойып жазып шығайық иә. 2 V2 Т1 қосылған V2 көбейтілген Т2. Астында Т1 плюс Т2. Оны енді екеуін қосып сразу жазсайын 8. Ал енді ары қарай орындайық. Есеп уже шығып келе жатқанын байқап жатқан шығарсыздар да. Мына жердегі Т1 мен Т2-нің орнына да мәндерін қойып жазайық. Енді мына жерге Т1-ді қойсақ 2, 2-ні мына 2-ге көбейтеміз 4. Сонда 4 V2 плюс мына жердегі Т2 дегеніміз ол 6 иә, 6 V2 болады. Сонда 6 V2 бөлінген 8. Сонда 4 V2-ге 6 V2-ні қоссақ 10 V2 болады, бөлінген 8. Мына жаққа 2-ге қысқарта салайық. 4-тен 5. Сонда не болды? 5 V2 бөлінген 4 тең болды V орташаға, иә? Біз білмейміз. Бізге нені табу керек? Мына V орташаны V2-ге бөлгенге. Сонда енді мына жерде көбейтіліп тұр ғой. Оны ар жаққа өткізсек, бөлу болып өте салады. Сонда 5 бөлінген 4 тең V орташа бөлінген V2. Сонда жауабы 5 бөлінген 4 екен. 5 бөлінген 4 немесе 1/125 иә. Сондай вариантты белгілей саламыз. Физик достарың болса, сол физик достарыңа осы видеоны жіберіп қойыңдар. Олар да көріп, темаға кірсін. Қазір енді біз екі есеп осы кинематикаға болды иә. Енді біз мына жылулық құбылыстар тақырыбына бір есеп шығарып көрейік иә. Сол үшін үшінші есеп жылулық құбылыстар тақырыбы болсын. Ал енді үшінші есепті қарастырайық. Жылулық құбылыстарға қатысты есеп. Массасы 120 грамм жез калориметрдің ішінде массасы 0,2 килограмм болатын, температурасы 16 градус Цельсий су бар дейді. Яғни калориметрдің ішінде су тұр. Осы калориметрге массасы 0,115, температурасы 100 градус Цельсий дене салынды дейді. Сол кезде пайда болған қоспаның температурасы 22 градус Цельсий болса, калориметрге салынған дененің меншікті жылу сыйымдылығы қандай дейді. Мына жерде тұрақтылар беріліп қойған. Енді мына есепте кішкене бір қиындау сияқты болып тұрғанмен, бұл есепті де шығару үшін бір формула жеткілікті. Енді бірінші берілгендерін жазып шығайық иә. Массасы 120 грамм жез калориметр дейді. Массасы М1 120, яғни ол 0,12 килограмм деп бірден С-ге ауыстырып жазып кетейік. Массасы 0,2 килограмм су дейді. Яғни М2 тең су болсын. 0,2 килограмм. Температурасы 16 градус Цельсий дейді. Яғни Т тең 16 градус Цельсий. Мен енді мына калориметр үшінде, су үшінде екеуінің температурасын бірдей қылып жазып тастадым. Не үшін? Өйткені екеуі бір-біріне тиіп тұр, яғни құйылып тұр. Бұрыннан келе жатқандықтан екеуінің температурасы бірдей. Енді осыған алады да М3 0,115 килограмм бір затты салады. Ол заттың температурасы Т0 болсын. Т0 деген затты салады. Оның температурасы 100 градус Цельсий болды дейді. Енді мына жердегі тұрақтыларды қайттан көшіріп жазбай қойын. Жездікі мен М1 дедім. Яғни мынау С1 болады да, мынау С2 болсын. Қайттан көшіріп жазып уақыт құртпаймын. Орташа тұрақ соңында орнаған температура ол 22 градус Цельсий дейді. Енді бізге нені тап дейді? Салып жіберген заттың меншікті жылу сыйымдылығын тап дейді. Яғни С3-ті бізге табу керек. Енді меншікті жылу сыйымдылық деген не екендігін білмейтіндер болса, айта салайын, білетіндер болса, алдыға айландырып жіберсеңдер болады видеоны. Меншікті жылу сыйымдылық дегеніміз кез келген 1 килограмм заттың
температурасын 1 градус Цельсийға көтеру үшін қанша жылу мөлшері керек екендігін көрсететін физикалық шама. Мысалы, мына жерде С судікі 4200 деп тұр, иә? Яғни 1 килограмм судың температурасын 1 градус Цельсийға, яғни 36-тан 37-ге болсын, 54-тен 55-ке болсын көтеру үшін 4200 джоуль энергия керек деген сөз. Яғни жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылық соны көрсетеді. Ал енді бұл есепті шығару үшін білу керек жалпы ереже осы мынандай. Мысалы, температурасы жоғарғы бір дене жылу мөлшерін берді да, ол температурасы төмендеді. Төмендеп келіп, ол бір ортақ температураға дейін түсті, иә? Басында ол жоғары болып тұрды, мысалы Т0 болып тұрды, сосын теттаға дейін төмендеді. Ал температурасы төмен болып тұрған, яғни Т-да тұрған зат, ол жылу энергиясын алды да, температурасы жоғарылады. Енді мынау қанша жылу мөлшерін берсе, сонша жылу мөлшерін алады ғой. Сондықтан берген жылу мөлшері мен алған жылу мөлшері екеуі бір-біріне тең болады. Яғни Q берген болсын, Q берген жылу мөлшерінің формуласы. Енді См дельта Т, иә? Қарапайым сондай формула бар. Яғни жаза салайын білмейтіндер болса. См дельта Т. Яғни соңғы температурасын, бастапқы температурасын әйтеуір ала саламыз. Температуралар айырымы деген сөз, иә? Енді мынау үшін жазайық. Берген заттың массасы М3 көбейтеміз С3 дельта Т. Енді ол жоғары температурадан түсті бір орташа төменгі температураға. Енді алған дегеніміз, Q алғанымыз, ол бірінші және екінші болып бөлінеді. Себебі оның берген жылу мөлшерін салған заттың бірінші калориметр алды, одан кейін су алды. Яғни екі түрлі зат оның энергиясын алды. Тек су ғана алып қойған жоқ. Сондықтан алғандар 1-2 болып бөлінеді. Енді алған 1, яғни ол С1, М1 температурасы соңғысы тетта болды, алып тастаймыз Т-ға. Яғни осыдан былай қарай температурасы Т еді, теттаға өзгерді деген сөз. Ал енді Q алған 2, ол да С2, М2, Q деппін ғой, тетта минус Т. Сонда мына 2 алған қосылып, мына бергенге теңеседі. Яғни мынаның бергенін екеуі алып алды деген сөз. Енді осы үшеуін аламыз да теңестіреміз. Теңестіріп жібере саламыз. Яғни мынаны жазып шығайық. М3 С3. М3 дегеніміз 0,15 көбейтеміз. С3 білмейміз. Оны көбейтуіміз керек температуралар айырымына дейді. Температурасы 100-ден теттаға дейін түсті 22-ге дейін. Яғни екеуінің айырымы 78 болады. 78. Бізге мына С3-ті табу керек. Осыны теңестіреміз. Яғни мына жақтан былай қарай жазып жатырмын. С1 дегеніміз 380 көбейтілген. М1 дегеніміз 0,12 көбейтеміз. Температуралар айырымы. Яғни бізде басында 16 болды, 16-тан 22-ке көтерілді. Сонда 6 градус Цельсий деген сөз. 6-ға көбейтеміз. Енді осыған қосамыз, мына екіншіні, QA2-ні. Оны қосатымызақ, С2 дегеніміз ол 4200 көбейтеміз. Массасы 0,2 көбейтеміз. Температура өзгерісі ол 6. Мына жерде 6, 2, 12. 12 емес, 1,2 болады. 1,2-ні 4200-ге көбейтеміз. 5040 деген сан шығады екен. Ал енді мына жақта 6-ны 0,12-ке көбейтейік. 0,72 шығады екен. 0,72-ні көбейтсек 380-ге, онда 273,6 шығады екен. 273,6. Енді 273,6-ны қоссақ 5040-қа, онда 5 мынаның жалпы теңдеудің оң жағы 5313,6 шығады екен. Осындай сан шықты. Енді осыны біз мына 0,115-тің 78-ге көбейтіндісіне бөліп тастай салуымыз керек. Енді 0,115-ті көбейтейік 78-ге. Сонда 11,7 шығады екен. 11,7 С3 шығып тұр екен. Енді осыға бөліп тастайық 11,7-ге. 5313 бөлінген 11,7 тең 454 бүтін бір нәрсе. Яғни оны біз жазбай қояйық. С3 мына жерде тең болады екен 454-ге. Осылай есепті шығарып тастай салдық. Енді басында мына есеп енді бір керемет бір қорқынышты болып көрінді, иә? Керемет ондай бір ешқандай қорқынышты ештеңесі жоқ екен, иә? Енді адамның миы жайлы кішкене айтайын.
адамның миы болсын, мынау адамның миында кішкене алдында адами миы болады. Енді ол жаңадан осы эволюцияға ұшырап, жаңадан пайда болған. А бұрынғысы артқысы хайуани ми. Енді бұл хайуани ми жаңағыдай мынандай қорқынышты есептерді көріп қалған кезде, бұл мынандай бір өміріме қауіп төніп жатыр дейді да, бұл сондай өзінің функциялары бар, өзінің жан сақтап қалу, ұрпақ жалғастыру, сосын тамақтану, тамақ тауып жеу деген. Сондай бір өзі 3 түрлі функцияға ғана жауап беретін арттағы ми. Алдындағы префронтальная кора деп аталады. Ол адами кәдімгі ақыл ой, болашақты ойлау деген сияқты сондай заттарға жауап береді. Ал мына артқы ми, бұл ми жайлы ондай қатты көп айтпай қояйын, өздерің оқып алсаңдар болады интернеттен или кітаптардан ми жайлы. Енді осылай қорыққандықтан, сендерге бір ойлар келуі мүмкін, андай мына есеп шығара алмайсың, шығармай-ақ қой, тырыспай-ақ қой, что-то деген сияқты сондай ойлар келеді. Себебі сенің артқы хайуани ми ол шығара алмайсың, өміріңе қауіп төніп жатыр деген команда береді. Сол кезде енді оның өлесің деген командасы сенің миыңа бір андай шығармай-ақ қойшы, не істейсің, шығарамайтын сияқтысың что-то деген сондай ойлармен келеді. Енді бұндай ойлардың жаманы ұбт-ға кірген кезде, өзің қорқып кірген кезде, тағы мынандай бір қорқынышты есеп көріп қалсаң, онда мүлде білетін затыңды ұмытып, адам қобалжыған кезде оң жақ ми мен сол жақ мидың арасында байланыс орнамай қалады. Память дегеніміз осы екі мидың арасындағы байланыстардан пайда болады. Память деген сол. Бір затты жаттап алсаң, осы екі мидың арасында байланыстар пайда болып отырады. Ал енді сен қобалжыған кезде, қобалжып кеткен кезде, мына екі мидың арасында байланыс орнамай қалады да. Сондықтан сен уже білген затыңның есіңе түспей қалады. Сондықтан есептерден мүлде қорықпау керек. Енді бүткіл есептер, қалай жүру керек екендігін мен көрсетіп отырмын, өйткені оны жүріп өтіп кеткенмін. Сондықтан сендерге қалай жүру керек екенін көрсете аламын. Енді әр есепті қалай шығару керек екенін мен бәрін көрсетіп жатырмын. Дәл солай менің артымнан просто қайталап есептерді шығарып өте берсеңдер болды. Мен бүткіл, мысалы 5-ші класстан 11-ші классқа дейін есептерді барлығын түсіріп дайындап қойдым. 15 күні курс басылады. Сол кезде бүткілін қайталап шығуларыңа мүмкіндік бар. Енді ол әрине ақылы курс болады, бірақ оның әңгімесі бөлек. Енді мынандай бір қарапайым есепті қарастырайық. Енді мына жерге мынандай бір қиын есептерді қойып жіберуге болатын еді. Бірақ енді сендер шок болып қалып, WhatsApp группалардан барлығынан шығып кетіп жүре ма деп, осындай бір қарапайым курстан бастайын дедік. Қарапайым есептер. Ал енді күрделі есептерді ол әлі алда шығарамыз. Қазір бір осындай қарапайым есеп шығарып көрейік. Тоқ күші 2,5 ампер болатын 220 вольт электр желісіне қосылған электр үтігімен 4 сағат бойы кір үтіктеген дейді. Сол жұмсалған энергияның құнын есепте. Тариф бойынша 1 киловатт сағат 4 теңге тұрады екен. Сонда біз қанша теңгеге үтіктедік дейді. Соны есептеу керек. Енді И тең 2,5 ампер. Енді кернеу У 220 вольт. 4 сағат дейді. Т тең 4 сағат. 4 сағат бойы үтіктепті. Енді жұмсалған энергияның құнын есепте дейді. Яғни бізге теңгені табу керек. Не істейміз? Бізге қуаттың формуласын жазайын. Мына жерде өйткені тариф мына жерде киловаттпен тұр. Киловатт бөлінген сағат. Қуаттың формуласы П А бөлінген Т. Мына жерде А дегеніміз ол И У Т. Үшеуінің көбейтіндісі. Енді астында Т тұр. Сонда Т мен Т-ны қысқартып жасақ, тек И У ғана қалады. Ал енді И У дегеніміз ол И-ді У-ға көбейтетін болсақ, 2,5-ті 220-ға көбейту. Яғни 5 бөлінген 2-ні көбейтеміз 220-ға. 220-ны 2-ге бөлсек 110. 110-ды 5-ге көбейтетін болсақ 550. 550 ватт екен. Сонда 550 ватт. Яғни мына жердегі ватт дегеніміз, мынау бір сағаттікі. Яғни 1 сағатта осыншама жұмыс істей алатындығын көрсетіп тұр. Мына жерде қуат дегеніміз сол, жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайды. 550 джоуль жұмысты 1 сағатта істей алады деген сөз. 550 энергияны 1 сағатта істейді. Ал бізге 4 сағатта істегендігі керек. Сондықтан 550-ді көбейтеміз 4-ке. Сонда не шығады? 2200. 2200 ватт шығады. Ал 2200 ватт дегеніміз ол 2,2 киловатт. 2,2 киловатт екен. Енді 2,2 киловатт біз құртқанбыз. Оның әр, яғни 1 киловатты ол 4 теңге тұрады.
Сонда біз мынаған 4-ті көбейте салсақ 8,8, яғни 8 теңге 80 тиын. Яғни сонда біздің жауабымыз 8 теңге 80 тиын болады. Яғни осылай есепті шығарып тастай салдық. Енді видео ұнаса лайк басып, келесі видеоларда қандай тақырыптағы есептерді талқылағанымызды қалайсыз, соның тақырыптарын жазыңыздар. Енді бәрі жазады, қай тақырыптар көбірек жазылған болса, сол тақырыпқа видео түсіретін боламыз. Енді келесі сабақта кездескенше, давайте.